Сандықызы, Алатау ауданы әкім аппаратының әлеуметтік сала бөлімі бастығымын. Біз осы Ро Шаңырақ бар, осы Қуат бар, Роза Мықтыбаевна, Азат бар, Желтоқсан жалауы, біздің Үміт бар, Рима, барлығымыз осына біздің ауданның әлеуметтік мәселе жөнінде көп проблемаларға шешуге ықпал етіп жүрген азаматтар. Мен өте ризамын, өте көп көмектесіп жатыр біздің ауданның дамуына, сөйленген әсіресе заңдастыру мәселесіне байланысты көп жағдайда осы Роза Мықтыбаевна бізге көмек жасады. Сондықтан да болашақта да біздің жұмысымыз бірге алға басады деп ойлаймын. Мына юридик заң жағынан, осы құқық жағынан Қуат көп жағдайда дұрыс айтып отырады. Әрине біздің өзіміздің құқық бөлімі бар, дегенмен де мына Ро Шаңырақ тарапынан Қуат өзінің пікірлерін айтып, біздің пікірлеріміз еш уақытта қарама-қайшы келіп көрген жоқ. Біздің пікіріміз әрқашанда тоғысып жатты. Сондықтан болашақта да мен осындай ойлаймын, ауызбірлікте жұмыс жасаймыз деп. Әсіресе мына біздің осы Шаңырақ екі ықшам ауданының сайында су басып кеткен кезде біз көп бірге жүрдік, 2 айда, 3 айда бірге жүріп, елдердің жағдайын жасап, көмектесіп, сонда бұл кісілердің әділ екендігіне көзіміз жетті, бір-біріміздің әділ екенін, бір-біріміздің тек халық үшін жұмыс жасап жатқанымызға көзіміз жетті деп ойлаймын. Сондықтан да жұмыстарыңыз алға баса берсін. Орталық өте жақсы орталық. Шын мәнінде біздің халықтың көбісі заңды білмейді, өзінің құқығын білмейді. Сондықтан сол құқығын білу үшін осындай орталық әрине көптеп керек. Мына бірінші бастама, бірінші орталық. Сондықтан Қуат Шәке, сіздерге мен құтты болсын айтқым келеді. Мына шамның жарығы өзінің түбіне түспейді дейді. Айналасын жарықтандырғанмен өзінің түбіне жарық бармайды екен. Сондықтан да тек қана өзінің жан-жаққа қарамай, айналаңа да қарап, жарық болсын деп шамалып келдік. Уақытпен санаспай жұмысың алға баса берсін, алға жылжи бер деп сағат алып келіп отырмыз. Сондықтан да әрқашанда осы біздің ойымыздан шығатын мықты ұйым, мықты орталық болып дами беруіміз керек деп